Құрметтім, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Нәзікжан каналы және де мен Гүлжан Анарбайқызы. Бүгінгі тақырыпта садақаның пайдасы туралы айтатын боламыз. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Алла ризалығы үшін жасалатын әрбір іс пен берілген затқа садақа дейміз. Берілген садақаның үлкен, кішісі болмайды. Не берілсе де ықыласпен Алла разылығы үшін берілуі қажет. Оң қолың бергенді сол қолың көрмесін. Хадисіне сәйкес берілген садақамен жасалған жақсылықты жасырын жасау ең абзал амалдардың бірі. Құран кәрімде 200 жерде Алла жолында садақа беру, мал сарп ету жайында баяндалады. Яғни Алла берген нығметті Алла жолында жұмсау сауапты амал екені айтылады. Шексіз нығмет иесі болған Алла мақлұқтың табиғатында өзгеге жәрдем ету, барын бөліп беру сезімін жаратқан. Жасалатын жақсылықтың істің садақа болуы үшін діни тұрғыдан 3 ерекшелікке ие болуы керек. Мұқтаж жаныға беру, Алла разылығы үшін берілуі, және берілген садақа өз мүлкінен адал табысынан болуы тиіс. Енді садақаның пайдасы туралы айтайық. Садақа берген сәтте өзгелер үшін пайдасы болған амал ретінде көрінгенімен, негізінде берген адам үшін пайдасы мен сауабы мол. Садақа адамға мейірімділікті, нәпсіні тәрбиелеуді үйретеді әрі мал дүние мен жүректі тазалайды. Ал ақыретте сауапты амал жасау мүмкін болмаған сәтте берген садақасының сауабы жұмаққа жетелейтін болады. Пенде дүниеден озғанда мал дүниесі жайында қиындыққа тап болып, жиған терген дүниесі артында қалғанымен сол үшін есепке тартылатын болады. Ал дүниесімен садақа берсе, есебін беру жеңіл болмақ. Өзгеге қол үшін беру мен садақа берудің ең маңыздысы өзі мұқтаж бола тұра барын бөліп беруі болмақ. Кімде-кім адал жолмен тапқан табысынан бір құрмадай садақа берсе, Алла ол садақасын қабыл етеді. Содан кейін оны таудай болғанша, яғни сендерден біреуіңіз тайын өсіргенде естіне барынша үлкейеді дейді. Садақа беруде шамаға қарап амал еткен жөн. Әбу Бәкірдің қызы Әсма: «Ей Алланың елшісі, жұбайым Зубайырдың берген махрінен басқа затым жоқ. Садақа берейін бе?» деп сұрайды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Шамаңа қарап садақа бер, дорбаның аузын бума, Алла да сенің ризығыңды буады» деді. Садақа берудің 10 пайдасы бар. Осы дүниедегі 5 пайдасы: мал дүниені тазартады, күнәларды өшіреді. Су өтті сөндіргендей, садақа да күнәларды өшіреді. Садақа тәкаппарлықты жояды, ауру мен апаттан сақтайды. Науқастарыңды садақамен емдеңдер. Садақа әрбір ауруды және бәлекетті қайтарады. Садақа беруде асығыңыздар, өйткені апат садақадан оза алмайды. Мұқтаж жанды қуантады, ризықты арттырып, табысқа берекесін береді. Садақа бергеннің ризығы артып, дұғасы қабыл болады. Аз да болса садақа беріңдер. Ақшасын тығып бермегенге Алла да нығметін азайтады. Садақаның ақыреттегі 5 пайдасы: қияметтің үрейінен сақтап, көлеңке болады. Садақа қабір азабынан сақтайды, қияметте иесін өз қамқорына алады. Тозақтан құтқарады. Жарты құрма болса да садақа беріп, тозақтан сақтаныңдар. Таразыда сауабы басым болады. Сырат көпірінен өтуі оңай болмақ. Дүниесінің есебін беруде жеңіл болмақ. Садақа беруде мән берілуі тиіс жайттар: мұсылман пенде қолғабыс жасау мен садақа беру барысында кейбір мәселеге көңіл бөлген жөн. Жақсылықты Алла разылығы үшін жасау. Ал сендер қандай қайыр садақа берсеңдер де, ол өздерің үшін, тек оны Алланың разылығы үшін ғана бересіңдер. Садақамызды алдымен жарлы адамнан бастаған жөн. Біреуден бірдеңе сұрауға ары жібермейтін қаншама тұрмысы нашар отбасылар бар. Осындай жанға жәрдем ету сауабы мол іс. Садақа берсеңдер, Құдайға құлшылық етіп, ешқайда шықпайтын, алыстап ешқайда бара алмайтын жоқ жітікке беріңдер.
еш нәрсе тілемегеніне қарап, білмегендер оларды бай деп есептейді. Ешкімге жабыспайтынын олардың жүзінен ақ танисың. Мал-мүліктен нені садақа етсеңдер де, оны Алла айқын біледі. Іске жарамсыз, өзіңе де, елге де қажеті шамалы бұйымды садақа ретінде беру дұрыс болмайды. Бұл жайында аятта былай делінген: әй мүміндер, табыстарыңның және сендер үшін жерден өндірген өнімнің жақсыларынан Алла үшін жұмсаңдар. Ал және өздерің көздеріңді жұмып амалсыз алатын құнсыз, сапасыз дүниені Алла жолына беруді ойламаңдар. Біліңдер, Алла бай, мақтаулы. Берген көмек пен садақаны міндетсінбеу. Аятта былай ескертеді: ей иман келтіргендер, мал-мүлкін көрер көз үшін жұмсайтындар, Аллаға және ақырет күніне сенбейтіндер секілді бергендеріңді міндет қылып, ренжітіп, садақаларыңның сауабын жойып алмаңдар. Олардың мысалы үстіндегі шаң тозаңын нөсер жуып кеткен жалаңаш жартас тәрізді болмақ. Олардың еңбектері еш кетеді. Алла ондай безбүйректерді тура жолға салмайды. Берген садақасын жарияламау. Садақаның жасырын берілуі адамды риядан сақтайды. Жасырын берілген садақа адамның күнәсінің кешірілуіне себеп болмақ. Егер де садақаны құпия түрде берсеңдер, сендер үшін одан да жақсы, ал сендердің күнәларыңды жарылқайды. Тақырыпты мына бір ғибратты оқиғамен аяқтағанды жөн көрдік. Ертеректе патшаның ақылды уәзірі болыпты. Сол уәзір ел ішіндегі жағдайы төмен мұқтаж жандарға қазынадан қарыз береді екен. Қарыз бергенде патша өлген соң қайтарасың деп қол қойдырып алады екен. Алайда уәзірді көре алмайтын дұшпандары оның бұл әрекетін патшаға жамандайды. Патшаға сіздің уәзіріңіз қазынаңыздағы қаржыны түгі жоқ кедейлерге таратып жатыр. Ол аздай патша өлгенде қайтарасың деп айтады екен. Ол сіздің өлуіңізді қалайды. Сіз дүниеден өткен соң сол қаржыларды өзі жинап алмақ деп жамандайды. Патша айтылған әңгімелерге сеніп уәзірді жазаламақ болады. Тіпті өлім жазасына да кесетінін айтады. Сөйтіп уәзірді шақырып, естіген мәселе жайында сұрайды. Уәзір расында да солай қарыз бергенін, патша өлген соң қарызды қайтарасың деп келіскенін жасырмай айтады. Мұны естіген патша қаһарына мініп, уәзірді өлім жазасына кеседі. Сонда уәзірі дат сұрап, не үшін олай жасайтынын айтқысы келеді. Патша уәзірдің соңғы тілегін тыңдауды жөн санап, сөз береді. Уәзір патшаға қарап: мәртебелі патшам, мен сіздің қазынаңыздан кедейлерге қарыз бергенде, патша өлгенде қайтарасың деп келісетін себебім, олардың қайтаратын шамасының жоқ екенін білемін. Қайтара да алмайтынына көзім жетеді, бірақ олар алған қарыздарын қайтара алмай, қиналғандықтан үнемі Алладан: ей Алла, патша өлмесе екен деп сіздің тілеуіңізді, өміріңізді тілейтін болады дейді. Мұны естіген патша уәзіріне дән риза болып кешірімін береді. Берген қол алушыдан жоғары тұрады. Ал алушы берушіге дұғада болғандықтан сіз де садақа беріңіз. Өзгелер де Алладан сіздің тілеуіңізді тілесін.